Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Мен туған жерім Павлодар қаласы. 1942 жылы февральдың бірінде. Содан Екібасқа 1949 жылы ат-арбамен көшіп келдік. 62-де разъезге түстім. Осы. Ол кезде ертешкі разъезд, ертіс разъезд бірінші болды. Бастығы Чалбашы Михаил Иванович болды. Сол кісінің кісіне барып, мені соған алды. Содан гонор рабочий болып, үшінші учаскеде істедім. Өзі гонор рабочий, тиеді ғой вагондарға, жұмғарларға. Сонда түскен нелерді тазалаймыз. Вагондарды проверять етеміз. Сосын әлгі балғамен үлкен кусоктарды вагонға соғып соны жарам. Сосын помощниктікін бітіріп, помощник болып істедім. 74-те бухгалтерға ауысып кеттім. Мен ол кезде ауысарсын. Заявление беріп, Кузеев согласие берді, жарайды алам деді. Сосын ауысып кеттім. Бұл кезде Кузеев болды, директор. Менің бірінші ұстарым болған сол. Бухгалтерға барғанда Четверику Алексей Ашкипович. Бригадир 126 экскаваторда бригадир болды. Мен сол кісінің қол астында болдым. 80 жылы жаңа экскаватор жинадық. Өзі мен бар бригада, оның ішінде біз Қымыскиянов, Мясников, Шалбышев, Михаил Ивановичтің баласы. Ең сосын Зязев, Ашмарин деген кісі болды. Өзіміз жинап, сол экскаватормен сондан пенсияға шыққанша сол экскаватор істеді. Балаңыз? Қайрат. Қай жылы кірді бала? Ол 91 армиядан келді. Соның келісімен путқа түсті. Сол бағатыры. Мен түсірдім. Сол бағатыры путта істеп оқуын оқыды. Сосын сол помощник болып кетті. Өзі тоже бағатыры 91-ден істейді. 24 жыл. Бір-бірімізге көмектесіп, ақылдарымызды айтып, сұрағандарын түсіндіріп, болай енді экскаватор болғаннан кейін бірдеңе сынап қалады, соны көмектесесің, соны айтасың, былай істеу керек деп. Или мен бірдеңе керек болсам басын, мен сұрайын. Солай өзі болды. Анда-санда жиналып тұрып біздікі. Это наша с тобой биография.